Сәлем оқушы, бүгін біз сіздермен былтыр келген 2024 жылы келген тест нұсқасын талдаймыз. Биллдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттерден анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз. Біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. 31-дей болтпен толтырылған металл қораптың салмағы 1,18, ал 71-дей гайкамен толтырылған дәл сондай металл қораптың салмағы 1,54 кг. Болт пен гайка салмағының қатынасы 5-3-ке қатынасын құрайды дейді. Енді бүйтейік біз. Болтты 5х деп алайық, ал гайканы 3х деп алайық. Өйткені осы қатынас арқылы біз соны көре аламыз. Одан кейін теңдеулер жүйесін құра салуға болады. 31-дей болт дейді. Демек 30-ды 5-ке көбейтемін 5х-ға. Және металл қораптікін Y деп алайын. Яғни қорап ол Y болсын, ал жаңағы болтымыз мынандай, иә. Осы бізде есептің берілген. Енді осының барлығы бізде граммен есептейміз бе, килограммен есептей береміз бе? Так. Бізге жалпы металл қорап массасы қандай граммен берілген екен астында жауабы. Сондықтан мынау 1180 грамм болсын, иә. Одан кейін 70 гайка дейді, 70-ті 3х-ке көбейтемін. Қосу Y-тем тең 1540 болады. 1000-ға көбейтіп жібердім ғой. Енді бізде қайтеміз. Мына жерде бізде қандай не болады? 150x болады. Қосу Y тең 1180. Ал мына жерде 210x болады. Қосу Y тең 1540. Енді мынандай нәрсені жасасақ болады, азайтамыз. Астынан үстін азайтайын. 210-нан 50-ді азайтсам 60x болады. Y пен Y жойылып кетеді. 1540-тан 1180-ді азайтатын болсақ, 360 болады, иә. X тең сонда 6. Демек, бір жаңағы ненің болттың массасы 5x қой бізде. 5-ті 6-ға көбейтсек 30 болады, ал гайканы 6-ға көбейтсек 18 болады. Дұрыс. Енді қараңыздар, қанша гайканың массасы 3 болттың массасына тең. 3 болтымыз қанша бізде? 3 көбейту 30, ол бізде 90. Ал 90-ды одан кейін 18-ге бөлемін, иә. Өйткені бір гайканың массасы 18, сонда 5. Негізі бұл жерде жаңағы қатынастан да көруге болады. Мына жерде болт бізде 3 болттікі деп тұр екен ғой, иә. 3 болтымыз бізде енді бұл жерде енді кері пропорциямен шығаруға болады дегендей, бірақ мынау бізде сразу екі есептің жауабын таба аламыз да, осы әдіспен. Яғни теңдеулер жүйесін құрдық, сосын ары қарай осы теңдеулер жүйесі арқылы металл қорапты да, яғни 1-9 есепте де 10 есепте де шығара аламыз. Енді Y-ті табу үшін мына жерге әкеліп қоя салайын орнына, X-тің орнына. Сонда не істеймін? 150 көбейтілген қанша X бізде? X бізде шықты 6. Осы Y тең 1180 деймін. Сонда Y тең 1180-мен 900-ды алып тастаймын. Сонда Y тең 280 болады. Жауабы 280.